Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы аулада ойнаймын. Бүгінгі сабақта аулада не істейтіні туралы айтып үйрену. Ребята, сегодня мы на уроке научимся рассказывать, что вы делаем во дворе. Енді жаңа сабақтың жаңа сөздеріне көшейік. Ойнайсың ба? Будешь играть? Ойнаймын, буду играть. Ойнамаймын, не буду играть. Тебемін, буду кататься. Сырғанаймын, буду кататься. Аулада, во дворе. Қайталаймыз. Ойнайсың ба? Ойнаймын. Ойнамаймын. Тебемін, сырғанаймын. Аулада. Жақсы балалар, сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь. Балалар, бұл не? Бұл аула, иә. Сен аулада не істейсің? Что ты делаешь во дворе? Мен әткеншек тебемін. Я катаюсь на качелях. Мен велосипед тебемін. Я катаюсь на велосипеде. Мен құмда ойнаймын. Я играюсь в песочнице. Мен сырғанаймын. Я катаюсь с горки. Қайталаймын. Мен әткеншек тебемін. Мен велосипед тебемін. Мен құмда ойнаймын. Мен сырғанаймын. Жақсы балалар, есте сақта. Жіктік жалғауды еске түсірейік. Давайте, ребята, вспомним личные окончания. Мен ойнаймын. Сен ойнайсың. Ол ойнайды. Бірінші жақ мын, мін. Екінші жақ сың, сің. Үшінші жақ ды, ді. В первом лице у нас, ребята, слово у нас твердое, значит, окончание у нас твердое. Мн. Во втором лице сын, в третьем лице д. И, ребята, обратите внимание, это суффикс будущего времени. Жақсы балалар. Қайда, где? Ал енді біз қайда ойнаймыз? Сен қайда ойнайсың? Мен аулада ойнаймын. Мен аулада ойнамаймын. Я не играюсь во дворе. Жақсы балалар. Тыңдалым. 113 бет. Мәтінді тыңда, қайтала, оқы. Тыңда, слушай, қайтала, повтори, оқы, читай. Мен аулада ойнаймын. Аулада әткеншек, сырғанақ, велосипед тебемін. Мен құмда ойнаймын. Жақсы балалар, тағы бір рет тыңдаңдар. Мен аулада ойнаймын. Аулада әткеншек, сырғанақ, велосипед тебемін. Құмда ойнаймын. Жақсы балалар, өздерің бір мәрте оқыңыздар. Тыңда, қайтала, оқы. Анель, ойнайсың ба? Жоқ, ойнамаймын. Әлібек, ойнайсың ба? Иә, ойнаймын. Анель, ойнайсың ба? Будешь играть, Анель? Жоқ, ойнамаймын. Не буду играть. Әлібек, ойнайсың ба? Әлібек, ты будешь играться? Иә, ойнаймын. Да, я буду играться. Жақсы балалар. Прочитайте сами еще раз самостоятельно. Келесі тапсырма. Айтылым. Үшінші тапсырма. Үлгі бойынша диалог құр. По образцу составь диалог. Алло, сәлем, Саша. Алло, сәлем, Әлібек.
Сен аулада ойнайсың ба? Мен велосипед тебемін. Ты будешь играться во дворе? Я буду кататься на велосипеде. Иә, мен аулада ойнаймын. Мен доп ойнаймын. Я буду играться во дворе. Я буду играться с мячом. Ребята, точно так же вам по образцу нужно составить диалог устно и отправить голосовым сообщением учителю. Жақсы балалар, келесі ойлан. Сөйлемдер мен суреттерді сәйкестендір. Ребята, вам нужно соотнести рисунки с предложениями. Мен құмда ойнаймын. Мен әткеншек тебемін. Мен велосипед тебемін. Мен доп ойнаймын. Балалар, сөйлемдерді суреттермен сәйкестендіріп көріңдер. Попробуйте самостоятельно соотнести рисунки с предложениями. Жақсы балалар, енді тексеріп көрейік. Мен доп ойнаймын. Бірінші сурет. Мен доп ойнаймын. Мен велосипед тебемін. Мен велосипед тебемін. Мен әткеншек тебемін. Мен құмда ойнаймын. Жақсы балалар. Дұрыс орындады деп ойлаймын. Я думаю, что вы справились с заданием. 114 бет, бірінші тапсырма. Әріптерден сөз құрап айт. Ребята, из данных букв вам нужно составить слова и сказать устно. Ал енді тексеріп көрейік. Давайте проверим, вы справились или нет. Ойна. Играй. Тебемін. Катаюсь. Буду кататься. Ойнамаймын. Не буду играться. Жақсы балалар. Ал енді дәптерлеріңізді ашыңыздар да бүгінгі күнді жазыңыздар. Желтоқсанның 8-і, сабақтың тақырыбы аулада ойнаймын. Екінші тапсырма 115 бет. Жазбаша письмені. Сұрақтарға иә немесе жоқ сөздерін пайдаланып, толық жауап жаз. Напиши полный ответ вопросом, используя слова «да» или «нет». Үлгі, образец. Сен аулада ойнайсың ба? Иә, мен аулада ойнаймын. Сен доп ойнайсың ба? Жоқ, мен доп ойнамаймын. Ребята, вам нужно дать полный ответ вопросу, используя слова «да» или «нет». Жақсы балалар. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Жақсы балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.